Баршаңызға сәлем қыздар. Өткенде көбісі инстаграмнан осы наныңыздың рецептісін беріңізші, қалай пісіресіз деген сұрақтар көп келген соң, осы нанның рецептінен бөлісейін деп шештім. Ең алдымен жылы сүт және жылы су құямыз, араластырамыз. Үстінен 2 шай қасық тұз, 2 ас қасық сұйық май, 1 шай қасық қант және де 1 шай қасық аштығы салып, үстінен електен өткізіп алған ұнымызды саламыз. Мен бәрін көз мөлшермен жасап істеймін. Осындай темір табаға жасасаңыздар жақсы болады. Пластмасс ыдыстарға көбінесе істемеуге тырысамын. Қамырды тым жұмсақ және тым қатты қылмай, орташа жұмсақтықта елеп қойдым. Енді осының үстінен жақсылап жауып, жылы жерге қойып қоямыз. 1 сағаттан соң бір қайтарып қоямын. Одан кейін жарты сағаттан соң осылай табаларға салып, үстінен қаттырақ басып, бір жұмыртқаны жарып, жағып шығамын. Осы қамырдан менде 3 нан шығады. Осы жағып болғаннан кейін 1-20 минутқа көтерілуге қойып қоямын. Содан кейін пешке салып, 180 градуста 40 минуттай пісіріп аламын. Осындай жұмсақ нан шығады.